Тарланбозы тау елінің мақтанышы, екі рет социалистік еңбек ері атағын алған Өзбекстан шаруагерлерінің тәлімгері болған Жабай Балимановқа. Шағыл құмдар аумайды түсі алтыннан, қойна оқыт қыдырдарып бақ болған, ғасырлар бойы бабама болған құт мекен, ұрпағың сенде тіршілік көрсін жалғаған. Тарихың жатыр зерделей білсек тереңде, бабалар жолы ұрпаққа әркез өнеге. Жабай атам еңбектің шығып шыңына, тандының атын танытты кеңес еліне. Бала жастан сұрығып мынау даладан, ата кәсіп таяғын ұстап мал баққан, бір атар қойдан өргізіп талай отарды. Екі рет ер боп ырысын елдің молайтқан, екінші рет барғанда Мәскеу төріне, Жазылбек атты жолықты қазақ еріне. Бір күнде алып екеуі алтын жұлдызды, білдірген олар алғысын қазақ тілінде. Сол жерде болған Константин Симонов, солармен бірге кеудеге жұлдыз қадаған. Тандыға келіп 60-шы жылдары кемеңгер ердің еңбегі жайлы жыр жазған. Көрсетті ол жырда шаруаның ауыр еңбегін, үлгісі деп кеңестік нағыз еңбектің, жыл бойы көшіп жүретін шаруа адамы. Қажымас қара торысы екен еңбектің, правда бірақ баспады ақын жырларын. Сан жылдар бойы архивке сағып тастады, көбіға жаңару келген жылдары. Газетке шығып одаққа жалпақ тарады, мақтаныш болған тау еліне Нартылға. Оқымай-ақ жаңалық ашқан ғылымда, құрметті дала академигі атанып, есімі қалды қаракөлшілік салада. Қазақстанның 40 жылдық тойында ата жұртына аяғын басқан Нартылға, жүректен шыққан тілегін айтып қазаққа. Жолдаған сәлем Жазылбектей досына, тау елі үшін мақтаныш едім қашанда. Өзіңдей ерлер туады бірақ ғасырда, өзге елде екі рет атанған жалғыз қазақсың, КСРО тарихын қараса.